Сәлем достар. Hello my dear friends. Сабағымыздың тақырыбы adverbs. Үстеулер. Ағылшын тілінде көп үстеулер сын есімдердің ly жұрнаға қосылу арқылы жасалады. Мысалы, adjective дегеніміз сын есім, оған ly жұрнағын қосып жасаймыз. Мысалы, example, сын есім adjectives, stew adverb, quick тез, жылдам, және де quickly тезірек, happy бақытты, happily бақытқа орай, lucky сәтті, luckily сәттілікке орай, slow баяу, slowly жайбарақат, cheap арзан, cheaply арзан, яғни үстеу болып табылады. Ескерту. Ly жұрнағын қосқанда y аяғына аяқталатын сөздер I әріпіне айналады. Кейде ly жұрнағы өзінің сын есімінен үстеуге айналғанда мағынасын өзгертеді. Сын есім great ұлы болатын болса, ол greatly күшті, large үлкен, largely алып, late кешкі, late кеш және lately соңғы уақытта деген мағынаны береді. High биік, high биік және highly шыңға шыққан, hard қиын, үстеуде hard болады да, hardly әрең деген мағынаны береді екен. Near жақын, near жақын дегенде үстеу болады да, ал nearly дерлік, яғни сол уақытқа дейін дерлік деген мағынаны береді. Кейбір үстеулердің сын есімдермен сәйкес келеді. Мысалы, сын есім hard қиын, және де late кешкі, hard қиын, late кешкі, late кеш. Early ерте мағыналары сәйкес келіпті. Fast жылдам, және де fast тез, бұларда мағыналары сәйкес келеді. Good жақсы болатын болса, well жақсы үстеу болады. Мысалы, examples. It is a fast car. He drives very fast. Мынау жылдам машина. Ол машинаны тез жылдам айдайды. He works hard. He is a hard worker. Ол қатты жұмыс жасайды. Және де ол жақсы еңбекқор жұмыскер. He is a better swimmer than me. He swims better than me. Ол маған қарағанда жақсы жүзуші. Ол менен жақсы жүзеді. Бірінші сөйлемде үстеу болып тұрды, ал екінші сөйлемде сын есім болып тұр. He is a good student. He studies well. Ол жақсы студент, сын есім. He studies well. Ол жақсы оқиды. Thank you very much. Goodbye. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.